Сәлеметсіздер ма? Біз бүгін тез және жылдам жас қыздарға 1 жас немесе 2 жас аралығындағы жас өспірімдерге арналған көйлекті сызбасын салатын боламын. Бұл 1 сағаттың ішінде бұл көйлекті тігіп алуларыңызға болады. Бізге бірінші не керек? Біз жаңа матаны оң жағын бір-біріне беттестіріп, матаны жайып аламыз. Содан кейін біз ұзындығы 16, ені 9 етіп, осында 3 бұрышты етіп сызып аламыз. Бұл жерде бізде згиб болады. Згиб матаның бүкпесі. Оның жаңа бұл жердегі ара қашықтық бізде бұл жерде 9 болса, 9 сантиметр, ал ұзындығы бізде жаңа айтқандай 16 сантиметр. Енді біз мына мойын ойынсынан біз осы сызық бойымен 4,5 сантиметр осылай жанға қарай жібереміз. Белгіледік. Содан кейін 4,5 сантиметр төмен қарай түсіреміз. Міне, осы белгілегенді енді 3 бұрыш жасап, біз қазір қосып шығамыз. Қосып, бұл ара қашықтық бізде 4,5 сантиметр, ал ұзындығы да 4,5 сантиметр белгілейміз. Енді бізде жаңа мойын ойындысы дедік, осыдан, осы нүктеден біз арғарай 7,5 сантиметрді созамыз. 7,5 сантиметр етіп созып алдық. Бұл жерде 7,5 сантиметр. Енді біз осы жаңа жан тігісі болады, жан тігісін біз етегімен бұлай ұзын сызықпен жалғастырамыз. Мынау етек сызығы. Енді осы жерде біз қолтық ойындысын белгілейміз. Қолтық ойындысы бізде мына жерден бұлай өтеді. Біз арнайы лекалы көмегімен сол қолтық ойындысын мына жерде белгілейміз. Қолтық ойындысы белгіледік. Бұл бізде жаңа кішкентай қыздарға, жас өспірімдерге арналған көйлектің лекалысы дайын. Бұл жерде жаңа мойын ойындысы резинкамен жиналынады. Енді осыған біз жеңді сызамыз. Ол жеңді сызу үшін жаңа біз осы сызып алған лекаламызды матада сыздық қой, соны кесіп аламыз да бізге мына бір жерді бұлай етіп түсіріп аламыз. Бұл жерде түсіргенде мынандай енді қазір сіздерге шамалапсам, жаңа біз 4,5 сантиметр төмен түсірдік қой. Сол 4,5 сантиметр сіздерде матада болады, 4,5 сантиметр, және тағы да ұзыннан 4,5 сантиметр. Міне. Және 7,5 сантиметр жаңаға біздер түсіргенде осылай етіп сіздер түсіріп аласыздар матада. Және осыдан біз қолтық ойындысында көрсетеміз. Мынандай болса, бізде қолтық ойындысы 7,5, мына жерде 7,5, қазір аралықта дұрыс болдыма қара жерек. 7,5. Енді қолтық ойындысын жаңағыдай түсіреміз. Сіздерде енді бұл жерде қазір мысал үшін сіздерге көрсетіп жатырмын. Негізі сіз матада осыны сіздер түсіресіздер. Содан кейін мына қолтық ойындысына төмен қарай 1,5 сантиметр төмен қарай түсіресіздер. 1,5 сантиметр бұлай төмен қарай түсіріп, осыны біздер қосамыз. Бұл жерде жаңағы 1,5 сантиметр төмен түсіреміз. Бұл жаңа біздің жеңіміз. Осыны тұтас етіп, осында 2 дана біз
жеңді қырқып аламыз. Мына жерде біздің алдыңғы бой 2 дана шықса, 2 дана жеңді қырқып аламыз. Біз жаңа көйлектің төмен жағын кішкене көтереміз. Бізге мысалы үшін бір жарым немесе 2 сантиметр көтеру керек. Біз оны былай етіп ұзын сызықпен етіп қосамыз. Немесе оны арнайы лекалының көмегімен мынандай дөңес сызықпен бүйтіп қосуға болады. Дөңес сызықпен бүйтіп қосуға болады. Мынау жең дедік қой. Мына жер бізде жең. Жеңдің мына бір жерін біз гипке қоямыз. Немесе бұл матаның бүктемесі. Осыған біз гипке қойып, осылай етіп бір бөлшекті кесіп алсақ, бізде ол бір дана жең шығады. Одан кейін тағы да осындай етіп екінші дана жеңді қырқып алуларыңызға болады. Міне біздер жаңағы қиып алған лекалы бойынша рукав жеңді тігіп алдық. Енді екінші жағын міне тігіп аламыз. Оны да екінші жағын былай тігеміз де, содан кейін мойын ойынысын біздер резинкамен жинаймыз. Сонда оң жағынан көрсетсек, бұл кішкентай қыздарға арналған көйлек немесе жейде. Осылай етіп, екінші жағын тіккеннен кейін осындай болып шығады. Міне кішкентай жасөспірімдерге арналған көйлек дайын. Бұл жерде жаңағы барлық тігістерді, жеңді, ішіне қарай тігіктік, төмен жағын тіктік, және мынау мойын ойындысы. Бұл жерде мойын ойындысында алдында айтып кеткендей резинка кигізіледі. Ол үшін біз арнайы мына жерде орын қалдырдық. Где-то 5 сантиметр қалдырдық. Осының ішіне біз резина кіргіземіз де, одан кейін ол жерді қайтадан тігіп тастаймыз. Сол кезде біздер былай етіп тіккеннен кейін бүйтіп жиналады. Резинада жиналып, осындай әдемі көйлек болып шығады. Осымен біздің кішкентай қыздарға арналған көйлек немесе жейде дайын.